Соңғы 3 жылдағы менің ең басты сабақ, ең басты сынақтарымның бірі ол қарыз мәселесі. 143 миллион теңге қарыздан шығып келе жатырған жайтым бар. Қазір енді бірнеше есе аз қалды. Енді мен кейбір лайфхактармен, кейбір өзімнің бағанағы кеңестеріммен бөлісейін. Ең біріншіден сіз өз қарыздарыңызға диагностика жасауыңыз керек. Яғни Айгүлге 500 теңге, Маратқа 2000 теңге, ИП пәленшеге 5 миллион теңге қарызбын деп барлығын тізіп шығасыз. Содан кейін барлық шыққан толық сумманы жазасыз. Сосын сол суммаларға қарайсыз да, бұл жай ғана сандар деп өзіңізге бір аффирмация айтасыз. Яғни ана жерде 8000 теңге немесе 80 миллион теңге болса да, бұл жай ғана сандар деп өзіңізді жұбатып көріңіз. Басында ондай бір оңай келмес, жұбап қала қоймайсыз, бірақ сонда да бұл маңызды бір қадамдардың бірі. Екіншіден, сол бағанағы адамдардың аттарын, сол ИП тоғылардың да аттарын жазып шықтыңыз ғой. Соның барлығын аттарын атап рахмет айтыңыз. Жүрегіңізбен алғыс білдіріңіз. Себебі бұл қарыздар сіздің өміріңізге тектен-тек келген жоқ. Бұл өмірде ештеңе тектен-тек болмайды. Үлкен бір сабағымен келді. Осы бір қарыздан қандай бір сабақ алсам, қандай бір мәселені ұқсам екен деп өзіңіздің түп санаңызға сұрақ қойыңыз. Жауап бірден келе қоймас, бірақ міндетті түрде келеді. Бұл енді өте күрделі мәселе. Бұл жерде бағанағы біздің родовая программа деген бар, өзіміздің бағанағы ата-анамыз, ата-бабамыздан келе жатырған бір мәселелер болуы мүмкін. Немесе бетінде жатқан басқа да бір мүлдем бір оқиғалар болуы мүмкін. Бұл бірінші мәселе. Бірінші мәселе бағана диагностика жасап, және сол бағанағы адамдарға немесе компанияларға шынайы алғысыңызды білдіру. Жүрегіңізбен алғысыңызды білдіру. Және бақыт, байлық, денсаулық тілеуіңіз сол адамдарға. Себебі ол адамдар сізге қандай да бір жолмен қарыз берді. Немесе бір қызмет қылдыңыз, ақшасын қайтара алмай қалдыңыз. Және осы нәрсе сол адамдардың да өміріндегі сабақ, соны ұмытпаңыз. Ол адамдарда бұл жағдайға тектен-тек түскен жоқ. Олардың бір кармалық жағдайлары бар бұл жерде. Және тағы бір мәселе, екінші мәселе, ойыңызды, назарыңызды қарызға емес, мүмкіндіктерге бөліңіз. Сіз қаншалықты мен ойбой анаған қарызбын, мынаған қарызбын деген сайын, бұл қарыздарыңыз есейе береді. Себебі сіз өзіңіздің ең маңызды ресурсыңыз, назарыңызды сол нәрсеге беріп жатырсыз, ал назар деген ол энергия. Энергия ол өсіретін нәрсе. Сондықтан назардың барлығын, яки энергияның барлығын қарызға емес, мүмкіндіктерге жұмсаңыз. Ойыңызбен, миыңызбен жұмыс жасаңыз. Қысқаша осы.